19 ғасырдың қазақ тарихындағы жұмбақ тұлғасы хан Кенесары. Барша ресейлік ұлық падиша ағзам император хазіретлеріне, бұрын бүкіл қазақ халқын билеген Абылай ханның немересі Кенесары Қасымұлынан ғарызнама сіздің ағзам хазіретлеріңізге мағлұм қыламыз. Чүнкі сіздің аталарыңыз бен біздің бабамыз хан Абылай тұсында біздің халық ортасында ешбір тынышсыздық ғауға болған жоқ еді. Халқымыз әрқашан тыныштықта, бейбітшілікте күнелткен еді. Біздің екі патшалық арасында үздіксіз сауда саттық болып тұрған еді. Ешкімге ешкім жәбірлік те еткен жоқ еді. Біздің халық ешбір алым салық төлеген жоқ еді. Енді соңғы уақыттарда ахуал басқаға айналды. Чүнкі біздің халқымызға алым жасақ төлетіп, оларды әртүрлі жәбірлік пен қыспаққа сала бастады. Сіздің қол астыңыздағы төменгі хакімдер бұрынғы тату тәттілікті бұзып, барлық қазақ халқы Ресейге бағынады деп жалған сөздер таратып жүр. Олар біздің бабамыз Абылайға тиісті жерлерге 8 дуан салдыртты. Бұл әрине біздің халқымыз үшін зор қасірет болмақ. Әсіресе алым жасақ салу халықтың жанына қатты батады. Бұрын біздің қазақ халқы мұндай істі көрген жоқ еді. Ол әрқашан кеңшілікте, рахат тыныштықта болушы еді. Ұлық ағзам падиша хазіретлері, біздің сізден өтінішіміз, біздің халқымызды бұрынғы қалпынша қалдырып, біздің жерімізге салынған 8 дуанды, әм басқа қалаларды жоюыңызды сұраймыз. Ұшпын инандырмақ үшін мен Кенесары Қасымұлы мөрімді бастым. 1837 жылдың көктемінде Кенесары Қоқан иелігіндегі қоныстарын артта қалдырып, туған жер топырағына қайта оралды. Қайсар қазақ сұлтаны жылға жуық дінбұзар Ташкент құсбегінің зынданында жатты. Түркістан маңындағы Қарнақ қыстағында қолға түскен ол көп ұзамай түрмеге тоғытылады. Қазақ ауылдары, әсіресе Ташкент төңірегіндегі бұқара халық қарсылық білдіріп қала маңынан көше бастайды. Осы кезде үрей билеген Қоқан ханы Мәделі құсбегіне Кенесарыны босатып, онымен бітімге кел деп бұйырады. Кенесары Қасымұлының көш керуені Батыс Сібір губернаторына қарасты Ақмола өңіріне аяқ басты. Алда оны не күтіп тұр? Орта жүз халқы мұны қалай қарсы алмақ? 35 жастағы Кенесары сұлтан қалың ой құшағына еніп барады. 1826 жылдан бастап, кейінгі 10 жыл ішінде Кенесарының ағалары Саржан мен Есенгелді сұлтандар, әкелері Қасым Абылайұлының басшылығы мен патша отарлаушыларына қарсы үздіксіз күрес жүргізіп, қазақ даласындағы қарулы жасақтарын кері қайтарып, ұлт тәуелсіздігін қалпына келтіруді талап етті. Сұлтан Саржан Қасымұлы бастаған көтерілісшілердің қозғалысына Сібір қазақтары туралы жарғының жүзеге аса бастауы түрткі болды. Жарғыға сәйкес қазақ даласындағы хандық билік мүлдем жойылуға тиіс еді. Патша әскері қыспақ қалған Саржан сұлтан Қоқан ханның қолдауына ие болам деген ойменен Орта жүз бен Сырдария төңірегіндегі шашырап жүрген қазақтардың күштерін біріктіруге баса ден қойды. Және ол Ташкент құсбегінің қол астындағы қазақтарды да көтерілісшілердің қатарына қосуға барын салды. Төрелердің ешқашанда өзінің сенімді серігіне айналмасын түсінген, керісінше қарамағындағы қазақтарды дүрліктіріп, соңынан ертіп кетерін білген Ташкент құсбегі Бегдербек 1836 жылы оларды алдап тұзаққа түсіріп, кешкі қонағасының үстінде айуандықпен өлтіреді. Түрмеден босап шыққан Кенесары 100 шақты қоқандық нөкерлердің бақылауы мен Шу өзенінің аумағына келіп, сол жерде қара жамылған қарт сұлтан Қасымға жолығады. Кенесары алғашқы түні-ақ қоқандықтар ұйқыға кеткенде, қамыс ішінде жасырынған қазақ сарбаздарына олардың көзін жойып, біреуін ғана аман қалдыруды бұйырады. Кенесары оны Ташкентке аттандырып тұрып, ағаларының қазасы үшін Қоқан ханы мен бектерін ешқашан кешірмейтіндігін, қанды кектің ұрпақтан ұрпаққа жалғасатындығын әміршіңе жеткіз деп тапсырады. Ол қазақ халқының тәуелсіздікке қол жеткізгенін Қоқан ханының ешқашан құптамайтындығын, сондықтан қазақтардың қоқандықтарға бағынышты болғанын қаламайтындығын жария етті. Тіпті анау 1 Петр заманында қазақ даласын бүтін Азия елдерінің кілті санап, бұл өлкеге көз тіккен Ресей үкіметі қазақ елінің солтүстік шекараларын жағалатып, өздерінің әскери бекіністерін сала бастады. 1831 жылы
кіші жүзде аралық жүйе енгізілді. Шекара желісіндегі Гурьев пен Звериноголовский бекінісіне дейінгі барлық жайылымдар 32 аралық бөлікке енді. Оларды патша үкіметі сайлаған сұлтандар мен старшындар басқарды. Шекара аудандарындағы бұл реформа қазақ тәуелсіздігінің қырдағы қалдықтарын да жойып жіберді. 1834 жылы Каспий теңізінің шығыс жағалауындағы Қойдақ шығанағында жаңа Александрс бекінісі бой көтерді. Міне бұл тәуелсіздігін сақтап қалған Адай руының қазақтарын бағындыру үшін салынған тірек тұғын. Әсіресе кіші жүздегі жаңа желілерді тұрғызу барысында тартып алынған жерлер көпке ауыр тиді. Бұл бекіністер жүйесі 1835 жылы құрылды. Ол Орск пен Тройск бекіністерінің арасын жалғап жатты. Осы тірек желден батысқа қарай орналасқан 10 000 квадрат шақырымнан асатын барлық жерлер қазақтардан тартып алынды. Қазақ ауылдары бұл жерлерден дереу көшірілуге тиіс еді. Патша үкіметі өзінің жаулап алу саясатында отарлаушы аппарат пен қарулы күштерден басқа қазақ ақсүйектерінің пайдаға құныққан феодал билеушілеріне арқа сүйеді. Патша қызметіндегі сұлтандар мен билердің үрім бұтағына жететін дворяндық атақ берілді. Әрбір аға сұлтанға алтын қылыш, ту, ордадағы орнын, қызметтегі қадірін айшықтап тұратын марапат қағазы берілді. Ағалары Саржан мен Есенгелді сұлтандардың қазасынан соң көтерілісшілердің көсемі ретінде тартыс алаңына Кенесары сұлтан шықты. Патша билеушілердің қыспағына түскен қазақ руларының өкілдері 1837 жылдан бастап арыз шағымдармен тек қана Кенесарыға баратын болды. Бұған дейін іштей толқып жүрген қазақтар жаппай Кенесары туының астына жинала бастады. Жекелеген шашыранды көтерілістер тұтас қозғалысқа бірге бастады. Абылай ханның немересі Қасым сұлтанның бел баласы Кенесары 1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келіп, орта жүздің саяси өмірінде 100 жылға жуық жетекші рөл атқарған шаңырақта ер жетті. Кенесарының өте зор қабілет қарымын тіпті оның жаулары да мойындады. Кенесарының апасы Бопай ханым көтерілістің бастапқы күндерінен ақ патшаға қарсы күресушілердің белді мүшесі болды. Бопай өзінің жары Сәмеке мен оның туыстары Сәртеке мен Досан сұлтандарды көтеріліске қатысуға шақырды. Ханым олар бұл өтініштен бас тартқаннан кейін күйеуі мен оның туыстарын қалдырып, соңынан 6 ұлын ілестіріп, көтерілісшілер жағына бір жола өтіп кетеді. Көтерілістің туын желбіретіп тәуекелге бел буған Кенесары қазақ даласының бүтіндігі мен тәуелсіздігі жолындағы күресті тоқтатпауға, алайда ақырына дейін айқасуға ант етті. Халықтың қастерлі өкілдері айтулы батырлар болса сөзге келместен хан кенемен бірге майданға енуге, ал егер қажет деп тапса, осы жолда жанын да құрбан етуге дайын тұрды. Кенесары қазақ ішінде әскери айырым белгілерді алғаш енгізген билеуші. Оның сарбаздары кеуделері мен иықтарына қызыл және көк түсті баулар тағатын болған. Майдан даласында ерекше көзге түскен жігіттерін Кенесары марапаттап отырған. Тіпті қара табан қазақтың өзін жасауыл дәрежесіне дейін көтерген. Көтерілісшілердің тұтынған негізгі қару-жарақтарының түрі әрине суық қару болатын. Және олар онымен қатар от қаруды да пайдаланған. Хан кененің негізгі әскерінің қарулары ерекше күзеттегі қонақхана деп аталатын киіз үйлерде сақталатын. Жорыққа шығар алдында қару-жарақтар сарбаздарға таратылып, ал жорықтан келген соң қазына мүлкі ретінде қарулар қайтарылып отырды. Кенесары тарихын зерттеуші Середа былай деп жазады. Кенесары өз жасағының құрметіне бөленген билеуші бола білді. Оның әскерінің биік рухына Еуропа әскерінің кез келген қолбасшысы қызғанышпен қарайтындай еді. Құдды жолындағыны жайпап өтетін дала дауылы секілді. Өзінің жойқын шабуылдары кезінде Кенесары алдында тұрған ешқандай кедергіге тоқтамайды. Оның серіктерінің жүректері өз көсемдеріне деген шексіз жанқиярлық сеніммен соғады.
Мен Қорғалжын көлінің жағасында тұрмын. Бұл жерден Кенесары сұлтан 1837 жылдың көктемінде Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа Тобылды Тоқтем мен Қашқынбай Қазанғап басқарған елшілер тобына патша билігінің саясатын әшкерелейтін арнайы хат тапсырып аттандырған болатын. Кенесары сұлтан Ақтау мен Ақмола бекіністерін және қазақ даласындағы барлық әскери мекемелерді жоюды, сонымен бірге салық жинайтын чиновниктердің басбұзарлық әрекеттерін тыюды талап етті. Кенесары бұл хатында егер оның талап тілектері орындалмайтын болса, патша билігіне қарсы шығатындығын келей ескертті. Кенесары мән маңызы өте зор саналатын осы хатында атасы Абылай хан тұсында орныққан Ресей мен қазақ халқы арасындағы қатынастарды қалпына келтіруді сұрады. Өйткені ол кезде қазақтар Ресейге тәуелді болғанымен мемлекеттік және территориялық дербестікке ие болатын. Кенесары Ресей мен терезесі тең елдей сөйлесті. Хан кененің өкілдері бұл хатты князь Горчаковтың қолына табыстай алмады. Оларды Омбыға бара жатқан жолында Аға сұлтан Көшенов ұстап алып, әрі қарай күзетпен Омбыға жөнелтті. Осы оқиғалардан соң әскери сот олардың ісі бойынша үкім шығарды. Жазаға кесілгендерді саптың алдынан бүре шыбықпен ұрғызып бір рет өткізу, қызметке жарамсың қызметке беру, ал жарамайтындарын Шығыс Сібірді қоныстануға жер аударумен жазалау керек деп белгіленді. Сібір әкімшілігімен қалайда бір келісімге келу әрекеттерінің аяқсыз қалуы Кенесарыны бекіністер мен қазақ бекеттеріне қарсы қарулы шабуылдар бастауға мәжбүр етті. Кенесары қазақ даласын тәуелсіздігі үшін күресуге бел байлады. Ақмола мен Ақтау арасында орналасқан бекеттерге қарулы шабуыл ұйымдастырған Кенесары әскери старшина Симоновтың жасағын айтарлықтай шығынға ұшыратты. Кенесары мен оның үзеңгілес серіктері Батыс үкіметіне берілген сұлтандардың ауылдарына бір мезетте бірнеше шабуыл жасады. Олар сұлтан Қоңырқұлжа Құдаймендінің 12 000 жылқысын айдап әкетті. 1838 жылы 500 сарбаздан тұратын патша әскері Торғайда көшіп жүрген Саржан сұлтанның ауылдары мен Қарпық, Темеш руларының ауылдарын шабады. Олар 400 адамды өлтіріп, 100 адамды тұтқындайды. Дәп осы жылы Қараөткелден Аға сұлтан Қоңырқұлжа Құдайменді мен старшина Карбышев басқарған 500 сарбаздан тұратын әскер аттанады. Бұлар Айрыққұмды мекендеген Көшек Қасымұлы мен Сайдақ ауылдарын шауып, 25 ер адамды, 8 әйелді, 21 қызды өлтіреді, 80 адамды тұтқындап әкетеді. 1838 жылдың күзінде Кенесары мен жазалаушы жасақтардың қақтығысы ұзақта шиеленісті қимылдармен ерекшеленді. Әсіресе Ақмола бекінісі үшін болған шайқас өте тартысты болды. Ақмола аумағы қорғаныс амалдары өте күшті аудан болатын. Шаһар төңірегі терең қазылған ормен қоршалып, жақын жолдардың бәріне тосқауылдар қойылды. Ақмоланы Аға сұлтан Қоңырқұлжа Құдаймендінің жасағы мен әскери старшина Карбышев басқаратын бекініс гарнизоны қорғады. Кенесарының шабуылы 1838 жылдың 7 тамызында таң алдында басталды. Оның мергендері бекіністі садақпен жебенің ұшына тез тұтанатын майлы мата байлап атқылады. Қамал ішінен қалың өрт шықты. Осы кезде әскердің бір бөлігі өртпен алысып жатқанда, Басқара батыр бастаған Кенесары сарбаздары қалаға басып кірді. Қамал ішіндегі шайқас барысында Басқара батыры ерлікпен қаза тапты. Сол кезде оның әскері гарнизонның қыспағымен кері шегіне бастайды. Бірақ осы тұста Кенесары Басқараның денесін қалдырмаңдар, алынған шеттен кері шегінбеңдер деп бұйырады. Хан кененің ұранына ұйыған Ағыбай, Иман, Наурызбай батыр жасақтары бекініске қайта басып кіреді. Қала көшелерінде бұрын соңды болмаған зор майдан басталып кетіп, жан алып жан беріскен қантөгіс қараңғы түскенше созылады. Түн ортасында әскери старшина Карбышев пен Қоңырқұлжа Құдайменді шағын жасақпен қашып шығады. Келесі күні таң алдында тас үйіндіге айналған бекініс әлі де жалындап жанып жатқан еді. Хан кене әскери тұтқындар мен мол қару жараққа ие болды. Патша үкіметі Кенесарыны дала қарақшысы деп жариялады. Кенесары Ақмола бекінісін талқандаған соң, приказдар мен бекеттерге жүйелі түрде шабуыл жасап, партизандық күрес жүргізуді жалғастыра берді. Ол сатқын сұлтандардың ауылдарын шауып, және сауда керуендерін тонады.
Сауда жұмыстары патшалық Ресейге көп пайда түсіреді деп ұққан Кене хан сол сауданы қалай да тұралатуды ойлады. Егер бұл шаруа қолынан келсе, онда патша үкіметі тұрғызған бекіністер мен дуандар өзінен өзі жойылады деп сенді. Кейін бұл ойларының қате екендігіне көзі жеткен Кенесары қайтадан дипломатиялық келісімдер жүргізуге көшеді. Кенесары 1838 жылдың соңына қарай Орта жүз аумағын артта қалдырып, Орынбор әскери губернаторлығына қарасты Торғай мен Ырғыз аудандарына көшіп барды. Өзінің Горчаковқа жазған хатында ол былай дейді: Сібір өлкесі басшылары тарапынан қандай да бір қайырымдылық күтуден үмітіміздің үзілуі біздің бөлінуіміздің себебі болды. Перовский Кенесарыны өз қамқорлығына алуға шешім қабылдады. Кенесарыға кешірім беруін өтініп, патша ағзамға ұсыныс түсірді. Бастапқы кезде бірінші Николай мен сыртқы істер министрі Нессельроде оның көзқарасын құптады. Кенесары қазақ хандығын қалпына келтірейік ұранымен майдан ашты. Яғни оның алдында қазақ хандығын құру міндеті тұрды. Халық бұқарасына өте жақын талап тілектер, қойшы, жатақ, егінші сияқты қазақ кедейлерінің өз еріктерімен көтеріліске араласуына ықпал етті. Кенесары әскерінің сапында көптің құрметіне бөленген бүкіл 300-дің әйгілі батырлары тұрды. Оның ішінде Ағыбай батыр Шұбыртпалы руынан, Жанайдар батыр Сүйіндік руынан, Жоламан батыр Табын руынан, Иман батыр Қыпшақ руынан, Бұғыбай батыр Дулат руынан, Атығай руынан Аңғал батыр, Басқара батыр Қыпшақ руынан, Бұқарбай батыр Табын руынан, Құдайменді батыр Сұраншы мен Байсейіт батырлар Дулат руынан келіп қосылды. Кенесары батырлары қалың Бұқараның ішінен шыққан еді. Кенесары ордасында сонымен бірге Қарақалпақ, Өзбек, Түрікмен, Қырғыздар да кездесетін. Мысалы, Бұқара мен Самарқанда білім алған Сайдақ Қожа Оспанов Кенесарының дипломатиялық қатынастары мен хандық ісін жүргізудегі ең сенімді көмекшісі бола білді. Қоқан үкіметі қазақтардың тәуелсіздігіне айтарлықтай қауіп төндірді. Олармен бел шешіп күреспей, дербес тәуелсіз мемлекет құру мүмкін емес тұғын. Міне сондықтан да Қоқанмен соғысудағы Кенесарының көздеген мақсаты қазақтарды қалайда оңтүстіктегі көршілерінің құрсауынан құтқарып қалу болды. Хиуа хандығы Кенесарымен бейбіт келісімге келуге ынталы болатын. Олар Кенесарыны Хиуаның батыстағы шекарасын патша әскерінен қорғау үшін пайдаланғысы келді. Хан Кене хиуалықтардың ұсынысынан дипломатиялық жолмен бас тартты. 1840 жылдың басында Кенесары кешірім алды. Оның туыстары тұтқыннан босатылып, үйлеріне қайтарылды. Бірақ Қазақстандағы протекторат мәселесі шешусіз қалды. 1840 жылы Ташкент құсбегі Кенесары сұлтанның әкесі Қарт Қасымды Түркістанға мінәжат етуге келген кезде жауыздықпен өлтіреді. Бұл уақытта Бұқара әмірлігі мен Қоқан хандығының арасы шиеленісіп кеткен еді. Бұқара әмірі Насролла Мәделі ханның өзінің өгей шешесіне үйленгенін естіп, оны кәпір деп жариялады. Қоқанмен соғысатын әмірге себеп табылды. 1840 жылы Бұқара әмірі Ұратөбеге аттанды. Олар азғана қарсылықтан соң қаланы алып, одан кейін Қоқанға бет түзейді. Әмір әскері Мәделі ханға тұтқиылдан бас салады. Бұл соғыста Бұқара Кенесары тарапынан қолдау күтті. Қоқан хандығын әлсіретуді қалаған Кенесары Бұқара мен Қоқанның арасындағы соғыста Бұқара әмірін қолдады. Қазақтардың шебін күшейту үшін ол бұрқыты қалған соғысты тиімді пайдаланды. Қасиетті Ұлытау етегінде Қасым сұлтанның асы болып жатқан тұста Кенесары қазаққа хан сайланады. Кенесары халық мойындаған көтеріліс басшысы ретінде хан сайланды. Бұқара халық оны төре деп қана таныған жоқ. Сонымен бірге соңынан самсаған қол ертуге лайық батыр деп білді. Кенесары ұлт азаттық қозғалысын басқара жүріп, діні бір Орта Азия халықтарынан демеу іздеген ағаларының саясатынан бас тартты. Кенесары екі бірдей майданда соғысуға шешім қабылдады. Оның бірі патшалық Ресей болса, екіншісі Орта Азия хандықтары деп білді. Солардың ішінде Қоқан үкіметі мен Ташкент құсбегі алғашқы кезекте тұрды. Қазақтар оны хан деп танығаннан кейін бір апта өткен соң Кенесары 4000 адамдық таңдаулы әскерді бастап, Созақ қорғанының түбінен шығарды. Оның әскері бір мезетте Жаңа қорған, Жүлік, Ақмешіт бекіністерін қоршауға алады. Әсіресе 18 күнге созылған Созақ қамалы үшін болған ұрыс жойқын болды. 5000-дік қала әскері қатты қарсыласты. Кенесары хан Созақты алып бекіністі талқандады.
төңірегіндегі Қоқанға қараған қазақтарды өзіне қосып, Торғай маңына көшуге мәжбүрледі. Созақтың және басқа да бекіністердің алынуы Кенесарының Бұхара халықтың алдындағы абырой беделін асырған зор жеңіс еді. Нәтижесінде жеңіліс тапқан Қоқан ханы Кенесарыға мәңгілік одақ құру жөнінде ұсыныс жасауға мәжбүр болды. Бірақ ол ұсынысты Кенесары қабылдамай, қазақтарға тиесілі жерді қайтаруды талап етті. 1842 жылдың сәуір айының басында Бұхара әскері Қоқанды басып алды. Мәделіхан әмірдің бұйрығымен бауыздалды. Хиуа мен Бұхараның қатынастарының Қоқан иелігі үшін шиелене түсетіндігін болжап білген Кенесары Бұхараның күш алып кетуіне жол бермеу үшін Хиуамен келіссөз жүргізді. Ол хандардың араздығын одан әрі күшейтіп, оларды әлсірете түскісі келді. Ол есебі дұрыс та болып шықты. Кенесарының Қоқанға қарсы әскери жорықтары Орынбор әкімшілігін қатталаңдатты. Перовский Кенесарыдан түсінік талап етті. Кенесары өзінің жауабында қазақтардың Қоқанмен соғысатынын себебін былай деп түсіндіреді. Қоқандықтар қарамағымыздағы руларды тартып алды. Оған дейін менің ағаларым Саржан, Есенгелді, Әлжан сұлтандарды және әкем Қасымды өлтірді. Алайда Кенесарының мәлімдемесі үкіметті қанағаттандырмады. Үкімет Кенесарының дұшпандық әрекеттерін тоқтатуды талап етті. Оның өз бетімен шешім қабылдағанын орыс үкіметі жаратпайтыны Кенесарыға мәлім болды. Қазақ мемлекетінің басында Кенесарының өзі тұрды. Ханның жақын серіктерінен, батырлардан, билерден хан кеңесі ақылдасатын орган болды. Қаржы мекемесі алым-салық жинаумен және сауда керуендерінен салық алумен айналысты. Ол руаралық сот істерін шешу үшін билерді тағайындады. Сонымен Кенесары тұсында ел басқару тәртібі белгілі бір жүйеге түсті. Мемлекеттік аппарат құқықтық, әскери, дипломатиялық болып үш түрлі салаға бөлінді. 1842 жылдың басында орыс әкімшілігінің құрамында маңызды өзгерістер орын алды. Перовский негізінен Кенесарыға қарсы солқылдақ саясат жүргізгені үшін Орынбордан кері қайтарылды. Оның орнына генерал Обручев тағайындалды. Ол қақтығысты бейбіт жолмен шешу мүмкіндігіне сенбеді. Бұл Батыс Сібір генерал-губернаторы Горчаковтың жағдайын жеңілдетті және оның Кенесарыға қарсы шешуші шаралар қабылдауына мүмкіндік берді. Қырдағы әскери қимылдардың жандана бастауы Орынбор генерал-губернаторы Обручевтің Петербургке Кенесарыға қарсы бағытталған жазалаушылар жорығының жоспарын жіберуіне түрткі болды. Ол соғыс министрінен осы шаралар үшін 14 000 сом және ханның басына келетін адамға сыйлыққа берілетін қосымша 3 000 сом жіберуін өтініп сұрады. Бірінші Николай 27 маусымда қырға жорыққа аттануға рұқсат берді. Ал Кенесарының басына келуге жұмсалатын шығын шаңырақ салығы есебінен бөлінетін болды. Кенесары әрекетінен қауіптенген Горчаков канцлер Нессельродеге арнайы әскер жіберуін сұрап, өтініш айтады. Горчаков өтініші қанағаттандырылады. Сотников басқарған Сібірдің жазалаушылар жасағы Кенесары ауылын шабады. Сотников өзінің осы оқиға жайындағы мәлімдемесінде былай деп жазады. Әскердің барлық күшін бір қатарға тізіп, алдыңғы шепке зеңбіректерді орналастырдым. Содан кейін зеңбіректер мен қазақтарды бір бүйірден өзіміздің қырғыздармен көлегейлеп жасырдым. Әрі қарай қырғыздардың жалауын желбіретіп, жедел жүріспен үлкен ауылды бетке алып, төмен түсе бастадық. Осы арада алыстан желбіреген туды көріп, ойлаған хан төлеңгіттері өздерінің көсемдерінің алдынан шығып, күтіп алмаққа желдірте шауып келе жатты. Бізге қарсы шапқандардың ішінде Кенесарының 3 ұлы да бар еді. Біз жөңкілген жұртты жақын жерден мылтықтан оқ боратып қарсы алғандықтан, олар қателескендерін түсініп, бытырап қаша жөнелді. Қазақтар қашқан елдің соңына түсіп, шетінен қыра бастады. Сотников жасағы тіпті бесіктегі баланы да аямады. Сотниковтың өзі Кенесарының 4 айлық қызын асқазанын найзамен шаншып, жарылағаны туралы жазады. Олар 10 шақты адамды тұтқын қалды. Солардың ішінде Кенесарының балалары мен жары Күнімжан да бар. Жас балаларымен өзіне сүйеу, дос және ақылшы болған сүйікті жары Күнімжанның тұтқынға түсуі Кенесарыға өте ауыр тиді. Сәл кейінірек Сібір әскері Кенесары жақтастарын талқандап, 100 адамды өлтіріп, 25 адамды тұтқынға алады. Кенесары 1843 жылдан бастап
Батыс Сібір губернаторлығының шекаралық желісіне шабуыл жасайды. Жадырап шыққан жаз мезгілі Кенесары үшін жайлы бола қоймады. Қырға тағы әскер шықты. Бұл жолы 300 адамнан тұратын жазалаушы жасақты басқару міндеті тәжірибелі әскери старшина Лебедевке жүктелді. Ол Кенесары мен Ырғыз өзенінің жағасында кездеседі. Кенесары қақтығыстан қашып, мәңгілікке Ресейдің қоластына кіретіндігін және көп ұзамай Орынбор әкімшілігінің шекарасында көшіп қонып жүретіндігін Лебедевке жеткізеді. Лебедев генерал-губернатордан нұсқау сұрайды. Обручев әзірше Кенесарыға қарсы соғыс ашпай, сол қырда жасағымен қала тұруды бұйырды. Сонымен бірге аға сұлтандарға тез арада қарулы әскер жасақтау міндеті жүктелді. Полковник Бизановтың басқаруымен 5000 адамнан тұратын құрама әскер Сахарный бекінісінен бүлікші сұлтан Кенесарыны талқандау үшін жорыққа аттанды. Бұл уақытта Кенесарының күші арта түскен еді. Оған Бағаналы, Арғын, Табын, Байбақты, Шекті, Шөмекей руларының 5000 аулы қарады. Полковник Бизановтың әскері алдымен Ырғыз өзенінің жағалауымен, содан кейін Кенесары ауылдары көшіп жүрген Өлке Аяқ өзенінің төменгі ағысын бойлай қозғалды. Осы жерде ол Наурызбайдың шағын барлаушылар жасағымен түйісіп қалды. Қақтығыс кезінде Наурызбай ауыр жарақат алады. Алайда ол шегіне ұрыс салып жүріп құтылып кетеді. Ұзақ жолдан қажыған Бизанов Наурызбайдың соңына түскен жоқ. Оған Кенесарымен соғысудың сәті түспейді. Тобыл жақтан келе жатқан Ахмет Жантөрин әскері кешігіп жеткендіктен Бизанов жасағымен қосыла алмайды. 1843 жылдың 17 қыркүйегінде Торғайға келген Сұлтан Жантөрин Бизанов әскерінің күшін сарқып, ешқандай нәтижесіз Ор қаласына оралғанын естеді. Жантөрин Тобылға қайтуға мәжбүр болды. Міне сөйтіп, полковник Бизанов жорығы сәтсіз аяқталды. Кенесары 1843 жылдың соңына қарай Ержан Саржановпен бірге 3500 жігітті ертіп, Үйлі өзенінің етегінде отырған Арыстан Жантөриннің ауылын шабады. Содан соң Ұлытау жағынан Батыс Сібір губернаторлығына қарасты жерлерге басып кіреді. Патша үкіметі көтерілісшілерге қарсы аттандырған жасақтардың ешқандай табысқа жетпейтіндігін түсінген еді. Өйткені Кенесары жазық далада жалтарып кетіп, қуғыншыларды оңай адастырып кететін. Сондықтан патша үкіметі 1844 жылдың көктемінде қырға жіберетін 3 жасақ дайындады. Орынбор және Батыс Сібір губернаторларына әскерлерін біріктіру туралы ұсыныс түсті. 5 мамырда әскери старшина Лебедевтің жасағы жоспарда келісілгендей Орынбордан жорыққа аттанды. Лебедев қолына қосылу үшін патшаға берілген қазақтарды соңынан ертіп, аға сұлтан Ахмет Жантөрин келе жатты. Үкімет майдан даласында қаза тапқан орысшыл қазақтардың отбасына зейнетақы төлеуге уәде берді. Батыс Сібір губернаторлығы тарапынан 2 бірдей әскер жасақталды. Олар мамырдың 1-нен қалмай Ұлытаудан шығып, Орынбор жасағына қосылу үшін Торғай өзеніне қарай қозғалуы қажет еді. Бұл әскердің міндеті көтерілісшілерді Торғай өзеніне тіреп, сонымен оларды қоршауға алу жұмыстарын аяқтап, Кенесарының Қарақұм және Мұғалжар тауларына қарай шегінетін жолдарын жабуға тиіс болатын. Фалилеев жасағына Кенесарыны Орта Азия хандықтарының иеліктері мен Ұлы жүз жеріне өткізбеу міндеті жүктелді. Әскерлердің жалпы басшылығы генерал-майор Жемчужниковке тапсырылды. Соғыс министріне жазған мәлімдемесінде Горчаков Сібір әскері Ұлытау мен Сарысуды алғаннан кейін бүлікші сұлтан Торғай мен Ырғызға шегінеді деп жазды. Бұл кезде Кенесары ауылдары Ырғыз өзенінің оң жағалауын жайлап отырған еді. Ол өзінің тыңшылары арқылы патша әскерінің бағытын айқындап алып, Кенесары шегініп кетті деген жалған сыбыс таратты. Оның міндеті Орынбор мен Сібір әскерлерінің Торғай маңында бірігуіне жол бермеу еді. Себебі егер патша әскерлері бірігіп кетер болса, кері шегінер жолдардың үзіліп қаларын түсінді. Лебедев жасағы Ырғыз өзенмен төмен бойлай отырып, Торғайға жетті. Алайда Кенесарыны қоршауға алуға қатысатын Сібір әскерінің әлі де келіп жетпегені мәлім еді. Олардың қайда жүргені белгісіз еді. Осы жағдай Кенесары әскерінің Ұлытау жаққа кедергісіз өтуіне мүмкіндік берді. Бірақ Сібір әскерінің жақында көмекке келе қоймайтындығы анық болғандықтан, ол шекара желісіне қайтуға шешім қабылдады.
әскери старшина Лебедевтің ешқандай нәтижеге қол жеткізбей, тіпті генерал-майор Жемчужниковтың әскеріне де қосылмай, кері оралғаны Орынбор генерал-губернаторы Обручевке мәлім болғаннан кейін, ол Лебедевті Орынборға шақыртып, қызметтен босатты, ісін сотқа берді. Әскери старшина Лебедевтің орнына әскер басшысы болып полковник Дуниковский тағайындалады. Далалық соғыстың қыр-сырын меңгерген Лебедев сынды адамның қызметтен шеттетілуі үкімет үшін зиянды болды. Полковник Дуниковский далалық соғыстың шарттарын білмеуші еді. Дуниковскийдің жасағы шілде айының басында Ұлытау жақтан келе жатқан генерал-майор Жемчужниковтың әскеріне қосылу үшін жолға шықты. Кенесары бұл уақытта шешуші соққы беруге дайындалып жатқан болатын. 1844 жылы шілденің 20-нан 21-не қараған түні Тобылдың жоғарғы жағындағы Өлкеаяқ өзенінің бойында Кенесары Ахмет Жантөриннің әскерін қоршап алып, толық талқандады. Соғыста 44 сұлтан қаза тапты. Дуниковскийдің басты күштері сұлтан Ахмет Жантөриннің лагеріне жақын жерге орналасқан еді. Оларға адамдардың айқайы мен ыңырсыған дауыстары жетіп жатқан болатын. Бірақ Кенесарының тұзағына түсіп қалып, қырғын табармыз деп қорыққан Дуниковскийдің сұлтандарға көмектесуге батылы жетпеді. 44 сұлтанның қазасы Орынбор мен Батыс Сібір губернаторларының есін шығарып жіберді. Жиырма бесінші шілде күні Дуниковский әскерінің сұлтан Ахмет Жантөрин жасағының тірі қалған бөлігі Торғайға жақын жердегі Ақкөл көлінің маңында генерал-майор Жемчужниковтың әскеріне келіп қосылды. Кенесары бұл кезде өз ауылдарын Талдық пен Шет өзендерінің бойынан Мұғалжар тауларына көшіріп үлгерген болатын. Сөйтіп Кенесарыны қоршауға алудың сәті түспеді. Оның үстіне тамыз айының басында Кенесары әскері жаудың тылына өтіп, Орынбор шекара желісінің маңынан бір-ақ шықты. Мұнда олар көтерілісшілерге қосылудан бас тартқан Төртқара мен Жағалбайлы руларының билері мен старшындарына қарасты ауылдарды талқандады. Кенесары жау тылында қимыл жасап жүріп, жергілікті қазақтарға үндеу таратты. Ол үндеуінде жорықтарының жоспарын жариялап, қазақтарды өз әскеріне қосылуға шақырды. Алдымен Екатеринск станицасын өртеймін, дейді Кенесары. Содан соң Атамановск пен Наслединск станицасын талқандаймын. Ал содан кейін Троицк пен Орынбор жерлеріне өтемін. Кенесары тамыз айының орта шенінде өзі уәде еткендей Екатеринск станицасын тізе бүктірді. Шабуылдың тұтқиылдан орын алғаны сондай, тіпті станицадағы казак әскерлері ұйымдасқан қарсылық көрсете алмады. 1844 жылдың соңына қарай Кенесарының бастамасымен генерал-губернатор Обручевпен уақытша бітімге келіп, тұтқындарды айырбастау жөнінде келіссөздер басталды. Кенесары патшалық Ресейдің талаптарымен санасуға шешім қабылдады. Азаттық жолындағы күрестің жаңа белесінде Кенесары жау қолында қалған Қазақстанның барлық жерін қайтаруды талап еткен жоқ. Бар болғаны әлі патша үкіметінің қолына өтпеген Ақтау, Есіл, Нұра, Жайық аралығындағы жерлерді қалдыруды өтініп сұрады. Бір патшалықтың ішінде екінші патшалықтың болуы мүмкін емес деп қол қойған екен. Бірінші Николай. Патша тарапынан осындай нұсқаулар түсіп Кенесары талабының орындалмас арман екені анық еді. Кенесары мен үкімет орындарының арасындағы қатынасқа айқындық берген сұлтан тұрағына келген Долгов пен Герннің елшілігі болды. Бұл елшілік Кенесары ордасына 1845 жылдың 19 ақпанында жіберілді. Екінші елшілікті бас штабтың поручигі Герн басқарып келді. Үкімет оларға қайткен күнде де Кенесарыны сөзсіз бағынатын етіп көндіріңдер деп міндет артты. 1845 жылы сәуір айының басында Долгов елшілігі жолда 45 күн жүріп, Кенесары ордасына келді. Сәл кейінірек поручик Герн де жетті. Онымен бірге Кенесарының әйелі Күнімжан мен балалары тұтқыннан босап қайтты. Патша үкіметінің қолынан бала шағасын аман есен қайырып алған Кенесарының қуанышында шек жоқ болатын. Бірақ бұл қуаныш Долгов әкелген хаттың салдарынан ұзаққа бармады.
Хатта былай деп жазылған еді: Қырғыз Қайсақ даласында көшіп қонып жүрген Орынбор мекемесінің барлық қырғыздары Ресей империясының ажырамас меншігі болып табылады. Және жылына әр шаңырақтан күмістей 1 сом 50 тиын салық алынады. Орынбор қырғыздарынан зекет жинауға тыйым салынады. Себебі олар үй басы салығын төлейді. Сұлтан мырза, сізге, сіздің туысқандарыңызға, серіктеріңізге, ордалықтардың еш қайсына да үкімет берген атақтан басқа ешқандай атақты, дәрежені өз беттеріңізбен иемденуге рұқсат етілмейді. Ана жаққа бары жүгіріп барып жаққа құла. Кенесары тұтқындағы орыс офицерінің көзінше 9 жасар ұлы сыздыққа құмға жасырынған өткір кездіктің үстіне кеудеңді төсейіп, ұла деп бұйырады. Жат жұрттық офицер Кенесарының бұл ісіне таң қалып жағасын ұстайды. Сонда Кенесары әлгі офицерге соңғы демі қалғанша айқасатындығын білдіріп, оны алда ауыр сынақтар күтіп тұр. Соған қазірден дайын болған дұрыс деп тіл қатады. Көп замай Долгов елшілігі Ресейге оралғаннан кейін Кенесары жайылымдарының бел ортасынан екі бірдей бекініс тұрғызылды. Олардың біріншісі Ырғыз өзенінің бойына, екіншісі Торғай маңына салынды. Көтерілісшілер мекендеген жердің дәл ортасынан салынған бекіністер олардың табанды қарсылық көрсету мүмкіндіктерін ауырлатқана қойған жоқ. Сонымен бірге ең соңғы жайылымдарынан айырды. Кенесары Наурызбай бастаған 100 жігітті Алатау өңірін жайлаған немере ағасы Сұлтан Рүстем Аблаевқа аттандырады. Одан өзін қол астындағы қазақтарымен бірге қабылдауын өтініп сұрайды. Рүстем Аблаев елшілерді жақсы қабылдады. Наурызбайға кері қайтып, Кенесарыға менің қосар ақылым, әзірге жаратқан ием оның күнәләрін кешіріп тұрғанда, ондағы жерлерін қалдырып, маған тезірек көшіп келсін деген сәлемді жеткіз деп кеңес береді. Кенесары барлық рулардың өкілдерін өзінің белгілі батырлары мен кеңесшілерін жинап, үлкен кеңес өткізді. Осы кеңесте күресті ары қарай жүргізу жоспары жасалып, қоныс аударуға болатын жерлер белгіленді. Кеңесте Торғай мен Ырғыз аумағынан көшу туралы шешім қабылданды. Кенесарының Сарыарқадан кетуі көтерілісшілер үшін ауыр соққы болды. Хан әскерінің 70% кенемен бірге жөңкіле көшуге жарамай, арқада аялдауға мәжбүр болды. Ал атамекенін артта қалдырып, алыс өлкеге аттанған жұрттың жаны жаралы еді. Кенесары керуені жыландай ерелеңдеп, күңгірт көкжиекке бет түзеп бара жатты. Хан кененің ғұмырының ең соңғы әрі қайғылы кезеңі осы сәттен басталады. Ұлы жүз жеріне қоныс аударған Кенесары Қоқан хандығымен күресті жалғастырып, оның қол астындағы қазақтарды босатуға шешім қабылдады. 1845 жылы жаз айының соңына қарай Кенесары Қоқанның Жаңақорған, Жүлік және Созақ бекіністерін қоршауға алады. Кенесары әскерінің бір бөлігі Түркістанға келді. Ал екіншісі Ташкентке бет алды. Ал оның негізгі күші Қоқанның бекінісі Ақмешітке аттанып, қаланы қоршауға алды. Алайда талайдың өмірін жалмап, әскердің ішін жайлаған сүзектің салдарынан қоршауды қалдыруға тура келді. Оның үстіне Қоқан мен Бұхара хандығы өзара одақ құрып, қазақтарға қарсы бірігіп, шабуыл жасауға дайындалып жатқаны мәлім болды. Осы жағдайлар Кенесарыны 1846 жылдың басында оңтүстік шығысқа, Балқаш көлі мен Іле өзенінің бойына көшуге мәжбүр етті. Қыс мезгілі таяп қалған еді. Кенесары Балқаш көліндегі Қамал деп аталатын адам баласы аяқ баспаған түбектердің біріне қыстап шықпақ боп шешім қабылдады. Қамал түбегі қорғанысқа қолайлы жерде орналасқан еді. Оның төңірегін Балқаш көлі
Іле өзені және көптеген батпақты өзендерден тұратын табиғи бекіністер қоршап жатқан еді. Тереңдігі ат бойындай түбекке батпақты шығанақ арқылы ғана өтуге болатын. Адамдар бұл өткелден түйе жалдап өтетін. Түбектің ұзындығы 70 шақырымға, ал ені 6-12 шақырымға дейін жететін еді. Оның үстіне қамал аумағында сексеуіл, қамыс сияқты табиғи тосқауылдар молынан ұшырасатын. Патша үкіметі Кенесарымен соғысуға генерал-майор Вишневский басқаратын арнайы әскер аттандырады. Генерал-майор Вишневский қазақ сұлтандарымен бірігіп, Кенесары жасақтарын қоршауда ұстауға шешім қабылдайды. Ұзаққа созылған қыспаққа төзбеген Кенесары ұрыс салып жүріп, Іле өзенінің сол жағалауына өтеді, Ұлы жүздің орталық аудандарына көшіп кетеді. Кенесары Ұлы жүз жерінде қиын жағдайға тап болды. Бұл кезеңде Ұлы жүздің саяси өмірін айқындайтын негізгі фактор Қазақстанның оңтүстік аудандарындағы орыс ықпалының күшеюі еді. Тіпті 1824 жылдың өзінде Сүйік Абылайханов бастаған Ұлы жүз сұлтандары орыс бодандығын қабылдаған болатын. 1845 жылы Ұлы жүздің сұлтандары мен билері Ресей бодандығын қабылдағаннан кейін орыс үкіметі үшін Ұлы жүз жеріне дендеп енуге қолайлы жағдайлар туған еді. Ұлы жүздің орыс бодандығын қабылдауы орта жүз бен кіші жүзге қарағанда басқаша болды. Қоқан бектері мен Қытай үкіметінің екі жақты қыспағын көрген Ұлы жүз қазақтары Ресейдің қол астына кірсек, жат жұрттықтардың қанауынан құтыламыз деп есептеді. Қоқан хандығы 1845 жылдан соң Ұлы жүздің басым бөлігіндегі ықпалынан айырылғанымен, Алатау қырғыздарының қоныстарындағы өздерінің шептерін мықтап ұстап қалған болады. Қоқан ханы қырғыз жерін өзінің датқалары, яғни әскери басшылары арқылы басқарды. Қоқандықтар қырғыздарға қарсы жойқын шабуылдар ұйымдастырды. Қоқан бектері өздерінің басқыншылық саясатында өздерімен тығыз байланыс орнатқан қырғыз манаптарына арқа сүйеді. Қоқандықтар мен өздерінің манаптарының ауыр салықтарынан қарапайым қырғыз халқы көп азап шекті. Көптеген қырғыз тайпаларының жайылымдары Ұлы жүз жерлерімен шектесіп жатты. Қырғыздар тілі, мәдениеті, тұрмысы жағынан қазақтарға көп жақын еді. Ықпалды билер айрықша құрмет пен билікке ие манаптар шоғырын құрды. Орыстардың алдыңғы бөлігі жақындаған сайын орыс үкіметімен байланыс орнатуға ұмтылған манаптар саны көбейе бастады. Әсіресе барлық қырғыз жұртына саяси билік жүргізу талабы Орман манап әрекеттерінен байқалды. Орман нағыз феодал болатын. Ол үшін қырғыздардың саяси бірлігі үшін күресі өзінің қырғыз халқына үстемдік жүргізу жолындағы күресімен тең еді. Кенесарының Ұлы жүзде жаңа қолдаушылар табатынын түсінген патша үкіметі Кенесары ауылдарын халықтан бөлектеуге қолынан келгенше тырысып бақты. Сол үшін қырғыздарды қазақтарға айдап салды. Патша үкіметі қырғыз манаптарын хан кенеге қарсы бірлесіп күресуге шақырды. Келіссөздер нәтижесінде қырғыз манаптары Кенесарыға қарсы тізе қосып соғысуға уәде берді. Генерал-майор Вишневскийдің қарауына жасауылдар Нюхалов, Авакумов, Карбышев басқаратын әскери жасақтар өтті. Вишневский Батыс Сібір губернаторына бүлікшіл сұлтан Кенесары мен қырғыздар арасында өзара сенім ұялатпауға егер мүмкіндік туып жатса, оның өзін тұтқынға алуға бар күшін салатындығын айтып уәде берді. Генерал-майор Вишневский Кенесары мен Алатау бөктеріндегі қазақтарды біріктірмек үшін Қапал мен Қараталға жасауыл Нюхалов әскерін аттандырды. Сонымен бірге ол сұлтандарға хат жазып, Нюхалов жасағына көмек көрсетуін сұрады. Көп ұзамай Нюхаловқа аға сұлтан Бөлен Шаңқаевтың жасағы қосылады. Ал сұлтан Әли Әділов пен Сүйік Абылайханов оған қарулы көмек беруге уәде етеді. Кенесары қырғыз халқының көмегіне зәру еді. Кенесары Сайдақ қожа бастаған өз өкілдерін қырғыз манаптарына жіберіп, оларды Қоқан хандығына қарсы бірігіп майдан ашуға шақырған еді. Қырғыздармен арадағы қатынастарды шиеленістірмес үшін Кенесары өзінің ауылдарына шабуыл жасаған кезде тұтқынға түскен Қалшаби бастаған 200 жігітті босатып, солар арқылы қырғыздардың барлық рубасыларына, Жантай мен Орман манаптарға мынадай мазмұнда хат жазады. Мен мұнда жауласқалы қан төккелі келген жоқпын. Мен қазақ пен қырғыздың басын қосып, Қоқаннан, олардың қыспағынан босатып алу үшін келгенмін.
Бірақ екі арада келеңсіз оқиғалар болып қалды. Мен екі арамызда болған іске салауат деп, сіздердің түсінбегендеріңізге кешірім жасаймын. Осы хатты алғаннан кейін көңілдеріңізде ешбір күмән, күдік қалмасын. Бағынышты болғандарыңызды білдіріп, бақытқа енуіңіз үшін маған келіп қауышыңыздар. Содан кейін қайтарсыздар. Егер де менің бұл сөзім көңілдеріңізге жақпаса, жалуасудан қайтпайтын болсаңыздар, онда обалдарыңыз өздеріңізге. Кенесары хатын алған Жантай мен Орман оны манаптардың жиналысында талқыға салып, сұлтанның ұсынысын қабылдамауға шешім шығарады. Олар хаттың Қоқанға қарсы бірігіп күресейік деген тұсына емес, қырғыздарды өзіме күшпен қосып аламын деген жеріне шүйлікті. Халық бұқарасына үстемдік жүргізетін биліктен айырылу олар үшін Қоқанға бағынудан да қорқыныш деді. Сонымен қоймай, олар өз руластарын, қазақ ауылдарын шабуға үгіттей бастады. Келіссөздер туралы хабар генерал Вишневскийді қатты састырды. Ол сол мезетте Кенесары мен Алатау қырғыздарының байланысын үзу үшін Қапал аумағына жүзбасы Авакумовтың жасағын аттандырды. 1846 жылы Қоқанға қарсы күресті одақтастарсыз тек ұлы жүз қазақтарының күшімен бастауға мәжбүр болды. 1846 жылы ол Әулиеата өңіріне басып кірді де Меркі бекінісін қоршауға алды. Шағын қарсыласқаннан кейін датқа өзінің гарнизоны мен Кенесары әскеріне беріледі. Соның нышаны ретінде Кенесарыға Қызыл ауыз атты арғымақты сыйға тартады. Ол сонымен бірге Бішкек құсбегімен және қырғыз манаптарымен уақытша бітім туралы келіссөз жүргізуге уәде берді. Кенесары Меркіні алғаннан соң Қоқан датқасын орнынан түсіріп, оның өзі Меркінің билеушісі атанады. Меркі құлағаннан кейін қырғыз манаптары Бішкек құсбегі Әлішерден Кенесарымен күрес жүргіземіз бе, әлде уақытша бітім туралы келіссөзге кірсеміз бе деп сұрайды. Әлішер былай дейді: Меркі датқасы қорқақ және қаскөй, ал мен өз ханымның адал құлымын және оның сенімін ақтаймын. Менің екі зеңбірегім бар, әрі онымен соғысуға дайынмын. Әлішер мен Орман манап қырғыздарға елдің ішкері жағына көшуге кеңес береді, ал өздері қалың әскермен Кенесарыға қарсы аттанады. Жер жағдайын жақсы білгендіктен, олар Кекілік тауынан ыңғайлы орын тауып бекініп алады. Алатаудағы алғашқы қарулы қақтығыстарда екі жақта көп шығынға ұшырайды. Қырғыз манабы Дөнентай генерал Вишневскийге жазған бір хатында былай дейді: Кенесары бізге келіп жауға айналды. Өткен жылы олар біздің ауылдарымызды шауып, 100 адамымызды өлтірді. Бірақ біз жаратқанның көмегімен, Сұлтан Бөкенің басшылығымен қаруланып, олардың 4000 адамын өлтірді. Кенесары барлық уақытта қырғыздармен болып жатқан әскери қақтығыстарды тоқтатуға тырысты. 1846 жылдың орта шенінде біршама тыныштық орнады. Әскери қимылдарды тоқтатып, уақытша бітімге келу жөнінде келіссөздер басталды. Кенесарыға қырғыздар жағынан елші ретінде Қалғұл манап келеді. Кенесары мен Қалғұл қазақтар мен қырғыздар бұдан былай достық, көршілік қатынаста болады, және қырғыздар Кенесарының кеңесіне құлақ асады деп келісті. Қалғұл қырғыз халқының атынан уәде берді. Көп замай уақытша бітімді қырғыздардың өздері бұзады. Манаптар қырғыз батыры Жаман Қараның қазасы үшін ұлы жүздің атақты батыры Саурықты өлтіріп, кек қайтаруды ойлайды. Саурық тынығып демалыста жүргенде, оның әскеріне қырғыздар шабуыл жасап, жігіттерін өлтіріп кетті. Жау соңынан ілесе шығып, торуылға тапылған Саурық қырғыздардың қолынан қаза табады. Қырғыз манаптарының Саурық ауылына шабуылы, олардың жылқыларды айдап әкетуі жасалған келісім шарттардың бұзылуына түрткі болады. 1847 жылы Кенесары қырғыз жеріне басып кірді. Бұл күресте Кенесары қазақтар мен Алатау қырғыздарының жауы саналатын Қоқан үстемдігіне және Қоқан бектерінің сенімді серіктеріне айналған қырғыз манаптарына қарсы майдан ашуды басты мақсаты санады. Сондықтан ол Қырғызстанға жорығын Қоқандықтар жағына шығып кеткен
қырғыз манаптарының әрекетіне сай жауап деп түсінді. Оның жазалау шараларынан манаптар ғана жапа шеккен жоқ, сонымен бірге қырғыз халқы да көп зиян шекті. Ол бүтін ауылдарды өртеп, әйел бала шағаны да аямады. Кенесарының қырғыз әскерімен соңғы шайқасы дәл осы жерде, Бішкекке жақын маңдағы Кекілік тауларында болды. Кенесары әскері Майтөбе деген жердегі жазықта орналасты. Оның оң жағында 1-2 шақырым қашықтықта Шу өзені ағып жатты. Ақырғы шайқастың алдында Кенесарының қол астына 12.000 сарбаз жиналды. 10-20 сәуір аралығында Кенесары ұлы жүзден қосымша жасақтың келуін күтті. Алайда олардың жолына жүзбасы Абакумовтың жазалаушы отряды тосқауыл болды. Хан сырттан келер көмектен күдер үзбеді. Архив мәліметтеріне қарағанда, осы шайқастағы қырғыз әскері 100.000 адамға жеткен. Кенесарымен соғысып жүрген кезінде Орманхан өзінің әскеріне қазақтарға көрінетін жолмен тау үстінен сап түзеп, шаңдатып түсіңдер деп бұйырады. Олар төмен түсіп, тау жыралары арқылы қайта оралады. Осы көрініс бірнеше рет қайталанып, толассыз 3 күнге созылады. Бұл жағдайда сырттан бақылап тұрған Кенесары толассыз келіп жатқан сарбаздардың санын көріп, Орманхан әскерінің көптігіне таң қалыпты дейді. Орманхан түнге қарай әр адамға жеке от жағыңдар деп бұйырады. Сонда Кенесары түн ішінде таудағы сансыз оттарға назар салып, былай деген көрінеді: қырғыз көп пе, аспандағы жұлдыз көп пе? Кенесарының қырғыздармен шайқасының соңы қырғыз манаптарының пайдасына шешілетіні мәлім еді. Біріншіден, патша әскерінің басшылары әскери қимылдар жоспарын манаптармен келісіп жасады. Екіншіден, Қоқан бектері өз әскерлерін Орманханның қарамағына берді. Үшіншіден, Кенесары қозғалысына қосылған Рүстем Сұлтан мен Сыпатай би шайқас болардың алдындағы түнде қалың әскерін соңдарынан ертіп, Кенесарыны тастап шықты. Сыпатай мен Рүстемнің қызметі ескерусіз қалған жоқ. Соңынан Манап Жантай Қарабеков Сібір қырғыздарының шекара бастығына Рүстем Сұлтанды марапаттауды сұрай отырып, былай деп жазды: Рүстем Сұлтан мен Сыпатай би Әлібеков әскерін алып кетіп, маған өз қалауымша Кенесарымен есеп айырысуыма жағдай жасады. Таң алдында жанында бар болғаны 500 сарбаз қалғанын байқаған Кенесары жағдайдың ауыр екенін сезеді. Әскери кеңес шақырып, қоршаудан шығудың жолдарын қарастыра бастайды. Сонда Наурызбай тұрып, маған ұрысқа жарайтын 200 жігіт пен Тамар руынан Құрман батыр мен Шұбыртпалы Ағыбай батырды беріңдер. Мен сол жігіттермен шабуыл жасап, қоршауды бұзып өтемін дейді. Наурызбайдың бұл ақылы Кенесарыдан басқалардың бәріне ұнаған еді. Бірақ Кенесары қоршауды бұзып шыққаннан кейін біз бір тоқтамай қашамыз. Сонда аты жүйріктер ғана құтылады да, халықтың көбі қырылады. Осы әскердің басшысы болып жүрген мен қашсам, онда бұдан былай бұл елге хан бола алмаймын. Хан көмекке әскер келіп қалады деген үмітпен келесі күнге дейін қалуға шешім қабылдайды. Бірақ көмек келмеді. Кенесары өзінің жасағымен Қайнар батпақты Қарасу өзені арқылы қоршаудан шықпақшы болады. Өзеннен өту барысында көп адам суға кетті. Сарбаздар соған қарамастан Кенесарыны аман алып қалуға тырысты. Осы көріністі көтеріліске қатысқан адам былай сипаттайды: батпақты өзенге тап болып, ұялап қалған Кенесарының жүздеген сарбазы жоғарыдан төнген қара қырғыздардың соққысынан суға кетті. Бірақ ажал аузында тұрып, өздерінің сүйікті сұлтандары Кенесары Қасымовқа көмек қолын созды. Олар өздерін құрбан ете отырып, сұлтанды батып бар жатқан бір аттан екінші атқа ауыстырып мінгізді. Сөйтіп оны аман алып қалды. Кенесарының қоршауды бұзып шықпақ әрекеті сәтсіз аяқталды.
Бұл шайқаста 500 сарбаз түгел жер құшады. Ал Кенесардың өзі тұтқынға түседі. Ағбай батыр, Наурызбай, Құрман батырлар құрсаудан аман шығады. Қырғыздардың қоршауын емін еркін бұзып жарып өткен Наурызбай, сүйікті ағасы Кенесарыдан көз жазып қалғанын біліп, жау қолына өзі келіп, өлімге мойын сынады. Хан кенесіз өмір сүргенше, өлгенім артық, дейді ол жауларына. Жау найзаларының ұшында шаншылып, жоғарға көтерілген Наурызбай, әлі де болса бақталайым, сендерден найза бойы жоғары деп дауыстайды. Кенесары қырғыздардың тұтқынында 2 ай болды. Манаптар қазақтардың кек алуынан қорқып, Кенесарыға байланысты шешім қабылдай алмай отырды. Ақыры қазақ ханының басын алуға бел буады. Кенесары ажал алдында намазға тұрып, одан кейін тағы да қырғыз манаптарына жаулықты тоқтату жөнінде ұсыныс жасайды. Қазақ пен қырғыздың күшін біріктіріп, ортақ жау Қоқанға қарсы күресуге шақырады. Алайда қырғыз манаптары бұл жолда оның ұсынысынан бас тартады. Қырғыздар хан кененің қазасын көріп, жаннан түңілсін деген оймен ертерек тұтқынға түсіп, қол аяғы тұсалған қазақ сарбаздарын Кенесарыны жазалайтын жерге жетелеп әкеледі. Кенесары қаумалаған халық ортасында ән бастайды. Бұл өлеңінде ол еңсесі түскен елінің тәуелсіздігі мен азаттығы үшін күрескен ауыр жылдарды еске алады. Сарыарқаның ескен желдей еркін даласы мен қанды шайқаста оққа ұшқан серіктерін еске алады. Бұл ұлы дешті қыпшақтың даласы ханнан айырылған кез еді. Өз жұрты өзін түсінбеген заман еді-ау. Хан отан үшін өмір сүріп, отан үшін жан тапсырған. Жан да Алланікі, жер де Алланікі. Сібір қырғыздарының шекара бастығы генерал Вишневскийдің мәліметіне қарағанда, соңғы ұрыста Кенесарының 2 баласы мен 15 қазақ сұлтаны, сонымен бірге Иман Дулатов, Бөгенбай, Құрман батырлар қаза тапқан. Қырғыз манабы Қалағұл Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа Кенесары ханның басын табыстаған үшін алтын медалімен марапатталады. Заманым қалды тарылып, салтанатты хандардан жетім қалдым айрылып. Екі бірдей қанатым топшыдан сынды айрылып. Алдағы алтын ақберен тасқа тиді айрылып. Кемшілік түстай басыма көрінгенде қаймық Наурызбай төре кеткен соң бастан аудей бағым біз Кенесары кеткен соң иесіз қалды тағымыз. Бұлбұлдай сайрап жүрдік, байланды тілмен жағымыз. Асқанымыз емес пе, қойшыдан сынды сағымыз. Артында қалған жетім ел келіспей кетті санымыз. Ақырында әлеумет осындай болды қалымыз.